Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсанның тжб тапсырмаларын өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын арнаға тіркеліп алайық. Алдағы уақытта тағы да керекті ақпараттар шығаратын боламын. Ендеше тапсырмаға өтейік. Listening, тыңдалым. Listen to the recording and write the name of each room in the correct place on the floor plan. You will listen to the recording twice. Так, бұл жерде сіздер мәтінді тыңдайсыздар және сол мәтін бойынша 2 рет тыңдап шығып, сандарға, мына жерде берілген сандарға қасына қандай бөлмелердің атын айтты, сол бөлмелерді жазып шығасыздар. Бұл жерде бірінші бөлме hall, екінші long, үшінші dining room, төртінші bathroom, бесінші kitchen. Ары қарай екінші тапсырма reading. Read the text and complete the sentence using the words from the box in the correct form. Dolphin dreams. Dolphin dreams is a perfect holiday. We take people in our boats and we visit dolphins in the sea. You can swim with beautiful dolphins. Так, дельфиндердің арманы манағыдай мерекелерді тойлау, иә? Так, біздер қазіргі адамдар қайыққа отырып теңіздегі дельфиндерге барғанды жақсы көреді дейді. Және дельфиндер жүзгенді жақсы көреді, әдемі жүзгенді жақсы көреді екен. Do you know? Сен білесің бе? Dolphins aren't dangerous. They are very friendly. They love playing with people. Дельфиндер қауіпті емес. Олар өте мейірімді және адамдармен ойнағанды жақсы көреді. Dolphins can't breathe underwater, but they can stay underwater for about 15 minutes. Дельфиндер судың астында тыныстай алмайды, бірақ 15 минут суда тұра алады. Dolphins live in families. Дельфиндердің туысқандарымен бірге өмір сүреді. Dolphins have names. Their names are special sounds. They use the sounds to call their friends and family. Дельфиндердің өздерінің атаулары болады, және олар өздері әртүрлі арнайы дыбыстар шығарады екен. Және ол дыбыстарды өздерінің достарын шақыру үшін, және туысқандарын шақыру үшін, және белгі беру үшін шығарады екен ол дыбыстарды. Dolphins can't live in polluted water, but a lot of sea is polluted. We want to make the sea a clean and a safe place for dolphins. Дельфиндер лас суда өмір жүзе алмайды, бірақ қазіргі уақытта теңіздің көп бөлігі лас дейді. We want to make the sea. Қазіргі уақытта біздер теңізді қорғап қалғымыз келеді дейді. Тазалап, дельфиндерді көп жүретін жерлерін тазалап қорғағымыз келеді дейді. Енді мына жерде қорапшаның ішіндегі тұрған сөздерді мына жердегі сөйлемдердің бос орындарына қойып шығуымыз керек. Бірінші, dolphins aren't ugly. They are beautiful. Дельфиндердің түрі ұсқынсыз емес. They are beautiful. Олар әдемі. Dolphins can't live in polluted water. Так, олар лас суда жүзе алмайды. They live in clean. Олар таза суда өмір сүреді. Dolphins are safe. Олар қауіпті. Dolphins are safe. Олар дельфиндер қауіпсіз. They aren't dangerous. Олар қауіпті емес, жағымды емес, dangerous, қорқынышты емес. Dolphins are not aggressive. Олар агрессивті емес, жағымсыз емес деген яғни, иә. They are friendly. Олар мейірімді. A lot of the sea isn't clean. Теңіздің көп бөлігі таза дейді. It is polluted. Жоқ, олар теңіздің көп бөлігі лас. Келесі үшінші тапсырма writing, жазылым бөлімі.
Think about imaginary place you would like to live. Describe it. The following questions will help you. Так, бұл жерде өздеріңіздің қиялдарыңыздағы өмір сүргілеріңіз келетін бір жер туралы ойланып, және оны сипаттап, және осы сұрақтар бойынша соған жауап жазуларыңыз керек. Мына жерде мен сұрақтың бірге жауаптарын көрсетіп қойдым. Так, көрсетейін. Сөйлемді көрсетіп қойдым. Так, бірінші мен сұрақты оқиық, және сол бойынша айтып отырайық. What place is it? Бұл жерде ол қай жер дейді, сіздің манағы арманыңыздағы жер. The name of place is Velcita. Why would you like to live there? Сен онда неге тұрғың келеді? I like this place because and clean. Yeah? I like this place beautiful and clean. Ол жерде таза және әдемі. What is the weather there? Ол жердің ауа райы қандай? I live there because everything is green, wonderful, amazing. Ол жерде мен өмір сүргім келеді, себебі ол жақта өте манағыдай тамаша, әдемі және жасыл дейді. What is the weather there? Ол жақтың ауа райы қандай? The weather is warm, жылы дейді. What does this place have? Так, ол жақта не бар дейді. This place has a lot of fruits and vegetables. A lot of fruits and vegetables. Ол жақта көптеген жеміс-жидектер бар және көкөністер бар дейді. What can you there? Онда what can you there? What can you do there? Сен онда не істей аласың? I can swim, sunbath and relax. Мен жүземін және манағыдай күнге қыздырынып жатамын. Так, I eat only fruits and vegetables and a lot of seafood. Мен ол жақта мен жүземін, ол жақта жеміс-жидектер, көкөністер жеймін және де көптеген теңіз тағамдарын жеймін дейді. Бұл үшінші тапсырма. Так, келесі төртінші тапсырма бойынша speaking. Айтылым бөлімі. Choose one card, speak about the topic and answer the questions. Мына жердегі кез келген бір картаны, мына жерде 8 түрлі сондай карта берілген. Және осылардың ішінен, мысалы, music, art, музыка, reading book, кітап оқу, art, өнер, poem, поэма деген сияқты әртүрлі манағыдай карталар берілген. Сол карталардағы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бұл жерде музыка және reading book, кітап оқу деген сұрақтарға жауап беруді көрсеттім. Төртінші тапсырма бойынша music, музыка. How often do you listen to music? I listen to music every day. When do you normally listen to music? I listen to music when I go home. Can you do other activities when you listen to music? Yes, I do. What music do you like? I listen pop music. Так, reading books. Кітап оқуды. How often do you read books? I seldom read books. Сирек оқимын дейді. When do you normally read books? I read books when I have free time. Free time, бос уақытымда оқимын дейді. What is your favorite book? My favorite book is comics. Comics буктар жақсы көреді. Where do you like reading books? I like reading book in my room. Так, бөлмесінде оқиды екен. Осымен бүгінгі ТЖБ тапсырмаларымызды орындау аяқталды. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады.